Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып жекпе-жек айдары, яғни Мурабаха ислам ипотекасын отбасы банкінде аралық займмен салыстыратын боламыз. Артықшылықтары, кемшіліктері. Дәл осы Мурабаха ипотекасын мен сіздерге толыққанды ота-дойы алдыңғы видеода көрсеткен болатынмын. Оны да қарап шықсаңыздар болады. Қазіргі видео сіздерге керек болса соңына дейін көріңіздер. Подписаться кнопкасын басыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Достар, біз видеомызды бастаймыз. Мурабаха ипотекасы артықшылығы 30% алғашқы жарна, 7,20-25-тен кейінгі екінші орында тұрған осы ипотека, яғни 30 ғана пайыз алғашқы жарнамен. Халық сейл деген ипотекада бар, оны кейін сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Яғни 30% жарна қол жетімді. 0% деп айтады, банк ешқандай пайыз қоспайды, бірақ үйді сізге сатқанда үстінен наценка қосатын болады. Алдыңғы видеода көрсеңіздер, мен осы 0% жайында сіздерге толыққанды түсіндіріп берген болатынмын. Максималды қарыз 3 миллион мен 200 миллион теңгеге дейін аласыздар. Бірінші нарықтан және жер үй таңдауға мүмкіндік бар. Артықшылығы достар, мұны айтып атқаным бәрі. Максималды қарыз 15 жыл. Яғни 15 жыл, егер сіз максималды сұраққа алатын болсаңыз, ай сайынғы төлем кішкене аз болады. Сондықтан 15 жылды мен де плюске жатқыздым. Онан кейін атыңызда үй бар ма, жоқ па, маңызды емес. Үй кезегінде болу керек емес. Расход, яғни доход есептегенде әр адамға иждивение деп атады ғой, 10-15 МРП ондай жоқ бұл жерде. МПФ ақшасын алғашқы жарнаға қолдана аласыздар. Егер пәтер алсаңыздар, қараңыздар, бір ерекшелігі 1965 жылдан бастап пәтерлерді алуға болады. Жер үй алам десеңіздер 1990 жылдан болу керек. Яғни міне сіздерге артықшылықтарын айтып өттім. Кемшілігі достар, 23 жастан бастап қана ипотека рәсімдей аласыздар. Минимальный зарплата 200 мың теңге болу керек. Яғни көптеген азаматтарда 200 мың теңге зарплата жоқ. Яғни 23 жастағы азаматта қайдан болсын 200 мың теңге зарплата. Онан кейін доход тексеретін кезде соңғы 12 айдың пенсионкасына қарайды. Соңғы 12 ай, яғни сіз минимум 1 жыл жұмыс жасауыңыз керек. Үй құжаттары, үй рәсімдегенде үй құжаттары банкте қалады. Оны сізге банк бермейді. Банкте залогта тұрады. Онан кейін жаңа территория бойынша Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Түркістан қалаларынан ғана аласыздар үйді қазіргі таңда. Ай сайынғы төлем, мысалы мына жерде айттым ғой, доход 10-15 МРП жоқ қой, бірақ мына жерде мынандай мәселе бар. Ай сайынғы төлем сіздің жалақыңызды алады. Қандай да бір кредитте болса расходтарды алып тастайды. Мысалы 300 мың теңге зарплата аласыз дейік. Мысалы 300 мың теңге. Сіз 50 мың теңге бір кредитіңіз бар. Сол 50 мың теңгені алып тастайды, яғни сізде 250 мың қалады. 250 мыңды екіге бөледі. Сол кезде ай сайынғы төлем, Мурабаха ипотекасында ай сайынғы төлем, сіздің жаңағы 50% жалақыңыздан аспауы керек. Көрдіңіздер да? Онан кейін тек қана доходыңыз жетпей жатса, бір ғана соза-емшікті тарта аласыз достар. Міне артықшылығы, кемшілігі. Біз кеттік, отбасы банк, аралық займ. Артықшылығы қандай достар? 18 жастан бастап ипотека рәсімдей аласыздар. Банктың қосатын пайызы 3,5% пен 8,5%, бұл жаңа депозиттің жинағаныңызға, опыға соған байланысты. Одан кейін 3 жыл жинасаңыз, опы 16 болса, 50% алғашқы жарна жинасаңыз, доход көрсетпей алуға мүмкіндік бар. Дәл менің YouTube каналымда займ түрлері деген видео бар, соны қарасаңыздар болады. Аралық займ, алдын ала займ, тұрғын үй займы. Сол кезде түсінесіздер, яғни доход көрсетпей жаңағы займ рәсімдеу мүмкіндігі бар. Бірінші, екінші нарықтан және жер үй таңдау мүмкіндігі бар. Ол артықшылыққа жатады. МПФ ақшасын қолдану артықшылыққа жатады. Үй кезегінде болу керек емес. Атыңызда үй бар ма, жоқ болғанға мән бермейді, қарамайды. Сонымен қатар доход соңғы 6 айға ғана қарайды. Яғни сіз кем дегенде жарты жыл жұмыс жасауыңыз керек, жарты жылдың пенсион отчислениясы жүріп отыру керек. Жеке кәсіпкер болсаңыз 1 сентябрьге дейін 12 ай декларация әкелесіздер. Ал пенсион отчислениясы жүрмей жатқан азаматтар, яғни военный, МВД сотрудниктері, тағы да басқа организацияларда, оларда да 1 жылдық доход алып келесіздер. Сонымен доходыңыз жетпей жатса, 2 соза-емшікке дейін тарту мүмкіндігі бар. Мына жақта бір ғана соза-емшік, мына жерде 2 соза-емшік. Кез келген регионнан үй алуға болады. Яғни шектеу жоқ. Міне достар, артықшылығы аралық займ. Жалпы аралық займның 3 түрі болады.
аралық займ стандартный, аралық займ жеңіл, аралық займ жеңіл 2 деп бөлінетін болады достар. Оған сіздерге бөлек бір видео түсіріп беретін боламын. Сонымен кемшілігі, банк пайызы белгілі бір уақыт сіздің 100% ақшаңызға қосылатын болады. Яғни процентный ставка айтып атады ғой, менің ақшама да пайыз қосып жіберіпті деп атқан. Яғни бұл кемшілігіне жатқыздым. Дәл осы видео менің YouTube каналымда бар. Дәл осы каналда неліктен банк сіздің ақшаңызға пайыз қосады, немесе отбасы банк сізді алдап жүрма деген тақырыппен видео бар. Оны қарап шықсаңыздар да болады. Немесе займ түрлері деген видео бар. Соны қарап шықсаңыздар түсінесіздер достар. Онан кейін 50% алғашқы жарна ол өте көп. Көп деген азаматтардың 50% жинауға шамасы жоқ былай айтқан кезде. Расход әр адамға 10-15 МРП-ден алып тастайды. Иждивенияға, яғни балаларға, әйеліңізге сіздің зарплатаңызға расход кететін болады. Үй таңдау кезінде 1971 жылғы үйлерді ғана таңдай аласыздар. Яғни үйдің жылы 50-60 жылдан аспауы керек. Онан кейін бұл жерде, мысалы 50% алғашқы жарнаны саласап үй алам десеңіз, сіздің таза доходыңызды есептейді. Сосын банктың ішкі жүйесі бойынша МРП мен обязательство доходу деген ұғым бар, сонымен есептейді. Яғни кішкене доход жағын тексеру кішкене қиындау достар. Міне, артықшылығы, кемшілігін сіздерге айтып өттім. Қазір достар, сіздермен бірге біз ай сайынғы төлемді переплатасын көрейік есептеп. Мысалы, біз 10 миллион деп алайық, үйдің бағасы 10 миллион деп алайық. 10 миллион, 10 жылға займ рәсімдейміз, 50% жарнамен. 50% жарнамен. Міне, мысал осыны алайтын болайық. Кеттік, Мурабаха ипотекасы бойынша 10 миллионның үйін 10 жылға алатын болсақ, 50% жарна саламыз, яғни 5 миллион саламыз, 5 миллионды қарыз қаламыз. Ай сайынғы төлем 71 мың 40 теңге болады екен, переплата 10 жылда 3 миллион 524 мың 777 теңгені құрайды. Міне, мынау Мурабаха ипотекасы бойынша. Ал енді отбасы банк аралық займ көрейік. 10 миллионның үйін 10 жылға 50% жарна салдық, 5 миллион банктен қарыз аламыз. Ай сайынғы төлем, мысалы 8,5%-мен алсаңыз, екінші нарықтан 70.834 теңгені құрайтын болады. Переплата 10 жылда 3 миллион 430 мың теңгені құрайтын болады, достар. Көрдіңіздер да? Мына жаққа қарағанда сәл аздау. Бұл аннуитетный. Егер сіз стандартный деп айттым ғой, жаңа аралық займның стандартный деген түрі бар. Сонымен алатын болсаңыз, ай сайынғы төлем 172.902 теңгені құрайтын болады. Бұл жерде основной долг төлейсіз, банктың пайызында төлейсіз, 7,5%-мен аласыз. Переплата, зато 10 жылда переплата 1 миллион 628.441 теңгені ғана құрайды. Міне достар, көрдіңіздер да? Сіздерге бүгінгі тақырып айттым. Мурабаха ипотекасы, отбасы банк аралық займ, таңдау сіздерде. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау, саламат болыңыздар достар.